1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні. Қазақстан қашаннан да бауырмал халық қой. Әр кезеңдерде елімізден пана іздеп келген жас жұрттардың бәрін бауырына басып, төрінен орын беріп, қандай қиын кезеңдердің өзінде бір үзім нанды бөліп жеді. Сөйтіп қаймағы бұзылмаған қазақ жері көп ұлтты мемлекет болып шыға келді. Бүгін елімізде көптеген ұлт пен ұлыстың өкілдері бір тудың астында тату-тәтті ғұмыр кешіп жатыр. Барлығымыз туған жердің төсінде, құшағын жайған бейбіт елдің ішінде ел бірлігін сақтауға атсалысайық. Бүгінде әрбір ұлтқа салт-дәстүрлерін жаңғыртуға, мәдениеті мен әдебиетін дамытуға, тілінің жетілуіне қамқорлық көрсетуде. Дегенмен бақыт, әділдік, бейбітшілік, жақын болашақ үшін күрес олардың бәрінің басын біріктірді. Бірлігі жоқ ел тозады, бірлігі күшті ел озады дейді қазақ мақалы.